Ұлы футболшы болу Неймардың маңдайына жазылған тағдыр деген ет білгірлер. Оны жаңа Пеле деп атады. Бірнеше алтын доп алады деп болжады. Болашақ футбол королі ретінде көрді. Бразилиялық аяқдопшы 21 жасында Барселонада жарқырады. Ал 25-те тарихтағы ең қымбат ойыншы атанды. Бірақ Неймардың мансабы өзінің бастапқы нүктесіне оралды. Кезінде Сантостан кеткен талант еліне жеке тікұшақпен қайтып келген. 5 ақпанда Неймар 33 жасқа толды. Осы жасқа келіп қалған Мохамед Салах премьер-лиганың үздік бомбардирі. Дани Карвахаль Реал Мадрид пен Испания құрамасы үшін таптырмас ойыншы. Ал Криштиану Роналдо 33-те Ла Лига және Чемпиондар лигасын шулатып жүрген болатын. Сонда Неймарға не болған? Ол титулдар үшін күресудің орнына не бітіріп жүр? Көпшілік қазір оны футбол әлеміндегі оты ерте сөнген таланттардың бірі деп санайды. Неліктен олай болды? Оның мансабы қай жерде дұрыс бағыттан ауытқыды? Бұл сауалға жауап іздеп көрейік. Видеоны соңына дейін көріп, пікір жазыңыз. Қызықты видеолардан хабардар болу үшін арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Неймардың күлімсіреген жүзі құлағындағы алтын сырғадан да анық жарқырап тұр. Барселонадан ПСЖ-ға сенсациялық трансферге қатысты мәселелер шешімін тауып, енді тек жаңа келісім шартқа қолтаңба қою ғана қалды. Оның ойы, енді Парижде мен бұрын соңды болмаған жетістікке жетем. Бойы кішкентай Мессидің үлкен көлеңкесінен шығып, алтын допқа қол жеткізем. Неймар ПСЖ-ны Чемпиондар лигасында жеңіске жеткізуді мақсат етті. Бірақ 2017 жылдың 5 тамызы Неймардың мансабы құлдырай бастаған күн болатынын кім білсін. Сол күні оның заңгерлері 222 миллион евро көлеміндегі өтемақы төлемін жүзеге асырып, бразилиялық аяқдопшыны Барселонадан ПСЖ-ға ауыстырды. Бұл трансфер ұлы футболшы атану жолында жасалған жаңа қадам сияқты көрінді, алайда бәрі ойдағыдай болмады. Париждегі керемет мансаптың орнына ол жарақаттардан, командадағы келіспеушіліктерден және футболға деген адалдығының жетіспеушілігіне қатысты сындардан көз ашпады. Мансабына әсер еткен локациялар. Барса Неймарға бәрін берді. Трофейлер, мойындау, Мессидің мұрагері мәртебесі. Бірақ бұл оған жеткіліксіз болды. 2017 жылы ол өзгелердің көлеңкесінен шығып қомақты ақшаға, билікке және алтын допқа жету арманын таңдады. Маусым алдындағы турда Ювентуспен өтетін ойынға дайындалған Барса Нью-Джерсидегі қонақ үйге жайғасқан еді. Неймардың өмірін өзгерте алатын әңгіме осы жерде болыпты. Месси оны каталондық клубтан кетуден бас тартуға шақырды. Аргентиналық оған сен не қалайсың? Алтын доп алғың келе ме? Мен саған оны жеңуге көмектесем деген екен. Бірақ Неймар өз шешімін бұл әңгіменің алдында қабылдап қойған еді. ПСЖ-да өткізген 7 жыл ішінде Неймар 130-дан астам матчқа қатыспады. Бұл шамамен 4 маусымдық ойын уақыты. Табан сүйегінің сынуы, тобық жарақаты, бұлшықет созылуы, жарақаттар оның басты жауына айналды. ПСЖ Чемпиондар лигасында Бавариядан жеңілгеннен кейін келесі күні Неймар не істеді деп ойлайсыз? Ол жаттығу жұмыстарына қатысудың орнына покер турниріне жол тартты. Кейін достарымен бірге Макдональдсқа жүрек жалғауға барыпты. Ал ол кезде Мбаппе, біз енді ұйқымызды қандырып, дұрыс тамақтанып, жауапты матчқа дайындалуымыз керек деп теледидардан сөйлеген екен. Бірақ Неймар оған құлақ аспай өзіне арнап алған ережемен өмір сүрді. Неймар футболшы ғана емес, нағыз геймер екен. Ол атыс ойынын жақсы көреді. Твичте тұрақты түрде стрим жасайды, ал оның скиндер коллекциясы $40,000 асады. Бұл қарудың, жабдықтың және кейіпкерлердің сыртқы түрін өзгертетін заттар. Ал Неймардың ең сүйікті скині құны $100,000 дейін жетуі мүмкін Dragon Lore. Ең қызығы, ПСЖ-ның кейбір матчтары барысында ол тікелей эфирде стрим жүргізіп үлгерген екен. Наурыздың 11-не дейін Неймардың кенеттен жарақат алуы дәстүрге айналған, тіпті мемге айналды. Жыл сайын Неймар наурызда жарақат алып немесе басқа да себептермен ойыннан тыс қалады және осы жағдайды пайдаланып, әпкесі Рафаэланың туған күнін атап өту үшін Бразилияға аттанады. Бұның бәрі жай ғана сәйкестік деп ойлайсыз ба? Әрине, отбасылық құндылықтарды сақтау қажет. Ал Неймар үшін ол футболдан да маңызды болғаны соншалық қитұрқы әрекеттерге дейін барады дейді білгір біреулер. Дәлел ретінде олар келесі мысалдарды алға тартады.
2015 жылы Неймар Ла Лигада 5-ші қызыл қағазын алып, Райо Валлеканоға қарсы ойыннан шеттетілді. Осыдан кейін Барселона оған бірнеше күнге Бразилияға барып келуге рұқсат берді. 2016 жылы да осыған ұқсас жағдай. 5-ші сары қағаз және ойыннан кейін Неймар еліне оралу үшін әуежайда ұшағын күтуде. 2017 жылы Неймар ПСЖ мен Чемпиондар Лигасының 1/8 финалында жарақат алды. Бір апта уақыт ол үшін әпкесін көріп келуге жеткілікті болды. 2018 жылы бұл дәстүр ПСЖ-да жалғасты. Неймар Марсельге қарсы матчта тобығын ұстап алаңға жатып алды, ал бірнеше аптадан кейін ол үйде әпкесін құшақтады. Бұл жарақатын жалған деп айту енді қиындау, өйткені бразилиялық жазға дейін ойнай алмай жүрді. 2019 және 2021 жылдары Неймар әпкесінің туған күніне жақын қалғанда қайта жарақат алды, бірақ Парижде емделіпті. Ал 2020 жылы ол тіпті 11 наурызда Чемпиондар Лигасында Боруссияға қарсы өнер көрсеткен. Серхио Рамос: мен мықты аяқдопшылармен ойнағанды жақсы көрем, ал Неймар үздіктердің бірі. Бірақ бізге келісуге тура келетін бір ғана нәрсе бар. Бұл оның әпкесінің туған күні деп күлімдеп айтқан екен. Сол кезде Неймар: әжеңнің, ұлыңның, әйеліңнің, тіпті өзіңнің туған күніңді тойлай алмайсың. Спортшы болу қиын, өйткені мансапты аяқтағаннан кейін ғана бақытты бола аласың. Бұл неткен ақылсыздық деп ашуланыпты. Прая Гранди кедей ауданынан шыққан Неймар Дубайда $54,5 миллион өзінің Rolls-Royce көлігіне арналған жеке лифті бар зәулім үйдің иесі атанды. Бұл табыс, бірақ оның футболға қатысы аз еді. Сауд Арабиясына трансфердің алдында Неймар одан да көп нәрсені талап етті. The Sun басылымы бұл жерде 25 жатын бөлмесі мен 3 моншасы, жеке ұшағы мен 8 көлігі бар үй туралы әңгіме болған деп жазыпты. 2008 жылға дейін Неймардың айналасы кедейлік пен қиырау болды. Футбол, жеңістер, титулдар мен ұлттық құрамаға қатысты арманы сол жерде пайда болған. Қазір әлгі аш баланың бойында жанған оттан ештеңе қалмады. Ол ПСЖ-дан жылына 45 миллион евро сұрап, әріптестерін менсінбей айып добына таласқан әдетінен баяғыда арылған көрінеді. 2023 жылы Луис Энрике Неймарды ПСЖ-дан жіберуді талап етті. Тіпті бір кездері Чемпиондар Лигасын жеңіп алған бапкері де одан үміт үзді. Ол бұрынғыдай футболға құлшынысы жоқ ойыншыға айналды. 2024 жылы Сауд Арабиясында бразилиялық аяқдопшы алаңда Әл-Хилаль жейдесінде небәрі 42 минут ойнаған. Әл-Хилаль бапкері Жорже Жезус: Неймар физикалық тұрғыдан командадан қалып барады, бізге басқа вингер керек деген екен. Бір кездер оның бутсаларында қуаныш пен батылдық сөздері жазылған еді. Бірақ қуаныш немқұрайлылыққа, ал батылдық шаршауға айналды. Неймар дарынды футболшы, бәлкім 21 ғасырдағы Мессиден кейінгі ең талантты ойыншы. Бірақ футбол тек шеберлік емес, бұл мінез, тәртіп, күнделікті еңбек етуге деген ұмтылыс. Роналдо, Месси, Левандовски, Модрич тек дарындар емес, сонымен қатар өз ісінің жанкүйерлері. Барлық титулдар қалтасында болған кезде де олар өздерін әрдайым шыңдап отырды. Ал Неймар әдемі өмір сүргісі келді. Әрине ол қайта оралуы мүмкін, бірақ өзі соны қалай ма? Неймар алтын допқа қол жеткізе алар ма еді? Ол қай жерде қателесті? Пікір жазыңыз. Арнаға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар.